Ата-енемнің үйінде 3-ші күн рубрикасы. Ал бүгін мен енемнің тапсырмасын орындайтын боламын. Ең бірінші тұрып мусорларды шығарып тастадым. Назар садикке жібердім. Ерниязды апасына беріп қойдым да лифтқа ұстауға көштім. Осы бір халаттан басқа халатым жоқ. Содан не керек, стремянканы да көтеріп, барлығын бойым жете ме деп көріп алдым да, мына коричневый деген колерді құйып жатырмын, коричневый ұқсамайды. Ең соңында бәрін құйсам да, осындай розовый түс берді енді, в общем, өтірік екен. Содан кейін барып барлығын бояп бастадым. Мына жерде видеода тез бояғанмен на самом деле жұмысты қолда алады екен. Біраз кәдімгідей уақытым кетті. Осы жартысын бояйым дегенше түс болыпты. Мәссаған есімнен тарс шығып. Енді не істеймін, ертең қойлар айтып берсе, атам ренжитін болды ғой деп жүгіріп бардым да, шөбін, суын беріп, обедтерін бердім. Одан кейін барып апама шай бердім, өзіміз обед ішіп алдық та, содан кейін жұмыс орныма қайтып оралдым. Бәрі риза. Кешкі тамаққа дейін бітсе ғой деп келатсам, бітетін түрі жоқ. Содан екінші партия кетті. Кулерді смело бәрін құя салғансың ғой. Бір рет отырып қойын, тынып қойды. Мұқият деген жұмсақ, домалақ болады екен ғой. Көп отыруға болмайсың, жаман үйреніп қаласың деп қойып, арасында балалардың киімдерін жуу керек, тамақ жасау керек. В общем, келін болсаң бәрін үлгеру керексің деген тема ғой. Өзім жасаған мына компот мені құтқарды. Мұз салып осыны ішіп, ары қарай жұмысқа кірістім. Қолымды, түрімді айта алмаймын. Қоя берші, ертең қайтамыз ғой дедім да. Мына краска сумен кетпейді екен, не істеймін дедім да. Күнге дейін ана даладағы туалетке дейін ақтап тастағансың ғой. Мен молодец болдым сөйтіп бүгін.